Сәлем достар, бүгін біз вупи пай пісіреміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ол үшін ең бірінші жұмыртқамызды араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды қосып, массамыз 2 есе ұлғайғанша жақсылап көпіргенше араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз 2 еселеніп, осындай әппақ болу керек. Енді су моншасында сары май мен шоколадты ертіп аламыз. Шоколадымыз еріп болғаннан кейін 30-40 секундтан кейін барып жұмыртқамызды қосамыз. Өйткені ысылай қоссаңыз жұмыртқаңыз пісіп қалуы мүмкін. Ал жаңағы шоколадты, еріген шоколадымызды қосқаннан кейін тезірек барлығын миксермен араластырамыз. Барлығы жақсылап араласып болғаннан кейін мен ұнға какао разрыхлитель барлығын қостым. 2 бөлікке бөліп араластырамыз. Барлық қоспаларымыз електен өтіп тұруы керек. Қалған ұнымызды қосып, тағы да бір мәрте араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны әдемілетіп формаға құямыз. Енді формасын әзірлейміз. Ол үшін пергаментті 2-2-ден бөліп 24 сантиметрлік формаға қыздырылып тұрған пеште 3-5 минутқа қыздырып аламыз. Сол кезде біздің формамыз дөп-дөңгелек болып шығады. Мінекей видеодағыдай біздің формамыз салатыны дөп-дөңгелек болып шығады. Енді оған вупи пайдың жаңа қамырын саламыз. Шамамен менде әр формаға 6-7 қасықтан кетті. Үйіңізде қалақша болса, осында әдемілетіп барлығын біркелкі етіп жаямыз. Қалақша болмаса, кәдімгідей ас қасықпен барлығын жайып шығуыңызға болады. Дайын болғаннан кейін қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Енді оны суытуға алып қоямыз. Корждарымыз суығанша біз енді кремін әзірлейміз. Ол үшін сливкиге қант ұнтағын қосып, қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Қант ұнтағы міндетті түрде қыздар үкіштен өткізіліп тұруы керек. Креміміз сәл қоюланғаннан кейін оған сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырды қосып, жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Енді оған 200 грамм маскарпонемізді қосып, жақсылап араластырамыз. Креміміздің қоюлығы осындай видеодағыдай болуы керек. Дайын болған кремді енді әдемілетіп формаларына жағамыз. Бастапқыда осылай жаққан кезде сіздің дөңгелекшелеріңіз әдемі болып шықпауы мүмкін. Бірақ та қыздар оған еш мойымаймыз. Қолдарыңыз үйренгеннен кейін бұндай шариктерді оп-оңай қылып жасайтын боласыздар. Шамамен менде әр кремнің арасына 300-350 грамм крем жағылды.
видеодағыдай барлық кремді әдемілетіп жағамыз. Бетіне жұқалатып кремімізді жағамыз. Сол кезде біздің шоколадты ганашымыз бетіне сынып кетпейді. Кремімізді жағып болғаннан кейін 10-15 минутқа тоңазытқышқа алып қоямыз. Енді су моншасында шоколадымыз бен сливкемізді ертіп аламыз. Шоколадымыз еріп болғаннан кейін шамамен 1-2 минуттай күтеміз. Одан соң тоңазытқыштан вупи пайымызды алып, видеодағыдай бетіне әдемілетіп құямыз. Бірінші жасағанда қыздар кремдеріңіздің шариктері шықпай қалуы мүмкін, немесе сәл формасы басқалай болуы мүмкін. Еш мойымаңыздар, егер де жасай беретін болсаңыз, қолыңыз үйреніп кететін болады. Тортты өзіңіз жасап үйреніп алсаңыз, дүкендерден 2 есеге сатып алмай, үйден өзіңіз ақ туған күндерге жасай бересіз. Осындай қалақшамен жағылған кремдер өте біркелкі болып, әдемі болып шығады. Егер де сізде ондай қалақша болмаса, ас үйіңізге осындай қалақшаны алуға кеңес беремін. Менде кремнен шамалы крем қалды, енді оны бетін әрлеуге мен жағып жатырмын. Осындай қылып гүлдерді жасасаңыздар болады. Гүлдердің қасына мен Орео печеньесін қойдым.
Ең соңында бетіне мен жаңғақ ұнтақтарын септім. Тоңазытқышқа 1-2 сағат қалып қоямыз. Қыздар, рецепт ұнаса лайк басып, каналыма жазылуыңызға ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар, назарларыңызға рахмет.